Ең алдымен курицамызды аламыз. Мен мякоть алдым. Жуып алдым. Мякоть алдым, жуып алдым, және осылай турап мындай саламын. Онша үлкен емес, онша кішкентай емес, орташа қылып осылай турап тегешке саламыз. Бұл бізде курицасы картошка болады. Осылай бөліп турап саламыз. Осындай курицаның мякоті болады екен, өте күшті. Қазір сыртын оқып алмасам, осыны маған тетям әкеліп берді, апайым. Өте жақсы екен. Кеше осымен рожки жасап жеген болатынбыз. Так, міне дайын. Так, енді біз бұған картошкамызды саламыз. Картошкамызды тураймыз. Және осымен бірге салатын боламыз. Картошка бар, сарымсақ бар. Курицамыз оның ішінде тұр. Ендігі сарымсақты турап салайық. Бір үлкен сарымсақ бізге жетеді. Отпускіге не істеймін деген ойларыңыз бар. Шетелге шығасыздар ма, қыдырасыздар ма, әлде тыныш қана үйде отырасыздар ма, әлде жаз бойы жұмыс істейсіздер ма, қандай пландарыңыз бар? Әрине, көп жағдайда ол ақшаға байланысты. Қалай ақша болады? Ақша болса бәрі қыдырып шетелге барушы еді. Бірақ өздеріңізді ұмытпаңыздар, демалыңыздар. Осы бір жыл бойы еңбектеріңізді, бір жыл бойы атқарған еңбегіңізге өзіңізге рахмет айтып, демалғанда дұрыс деп ойлаймын. Мына сарымсақты осылай бөліп, жаңа курицамыздың жанына саламыз. Так, духовкамызды қазір картошканы ашып тастаған кезде қосып қоямыз. Тым жұқа да турап керек емес, өйткені күйіп кетеді. Қазір тұзын, бұрышын, майонезін саламыз. Салып қойдық. Сарымсағымыз бар. Енді біз мұнда картошканы тураймыз. Жалпы осы жылыңыз қалай өтті? Өзіңізді бақытты сезінесіз бе? Қандай өзіңізге сұрақтар қоясыз осы жылға? Мысалы, осы жылы мен не атқардым? Қандай жұмыс атқардым? Деген сияқты.
биыл мен өзіме келетін болсам, 3 ставкада жұмыс атқарыппын. Былай қарасаң мүмкін емес сияқты, бірақ әр сағатыңды белгілеп қойсаң мүмкін екен. 3 ставкада жұмыс атқардым. Балаларым садикте, үлкен қызым мектепте. Жұмыста отырып, кеременде тапсырмаңды орындадың ба деп сұрап тексеріп алам. Қосымша білесіздер ғой, өзі көп жұмыстар болады. Анда мұнда отчет, конкурс. Оның арасында диссертациямды да қорғап үлгердім, Құдайға шүкір айтамын. Былтыр жаз бойы ешқайда демалмай сол диссертациямды жөндеп, оқыған 3 жылым және кейінгі 2 жылым, 1 жылым, өтірік айтамын, 2 жылдық қойым, 1 жылымды мен осы диссертацияма арнап 4 жылдың ішінде қорғап шықтым, Құдайға шүкір. Оны да үлгердім. Әрине ол ата-аналарымның көмегімен, атамның көмегімен, Алматыға барып кеткен жолын бәрін атам төлеп берді. Ол бүгін сынды, оны бауырым төлеп берді. Сондықтан осындайда әрдайым рахметті айтып, ұмытпау керек. Қандай қиындықпен келгенін. 3 баламен бардым, 3 баламен келдім, бірақ енді мантиямды тақпай қалдым. Енді ойлаймын, мантиямды осы жазда барсам, отпускнойымды санап жетіп жатса ақшам. Мантиямды киіп, ата-апаммен университеттің алдында фотоға түсіп алсам деп. Әрине, арман, план бар. Енді көреміз, жағдай қалай келістіреді. Жағдай келсе, әрине барамын. Сол кісілердің еңбегі 3 баламны қараған. Әйтпесе, ол деген қып-қызыл еңбек. Өтіп жатқандар біледі. Сол және суға барғым келеді. Суға барып, демалып, еш нәрсені ойламай, тыныш қана толқынның дыбыстарын естіп жатқым келеді. Сіздерде қандай план? Сіздер не істегілеріңіз келеді? Әрине, өзіне ғана сенген адам ол өзінің жағдайына қарайды да, сол себепті. Жалпы осы жылға қандай мақсаттарыңыз бар? Әлде шаршап, мақсат жоқ па сіздерде? Мақсат болған жақсы әрине. Мақсатты қойып, соған қарай ұмтыла беру керек, бірақ демалып та жүру керек, демалып та алу керек. Сол қорғайтын кезде, қорғайтынның алдында 10 күн, 1 апта, 2 апта қалған кезде мен өзіме уәде бергенмін. Бұйырса қорғап шықсам, барып көлге барып 10 күн демалам осы 4 жылғым еңбегім үшін деп. Бірақ енді көреміз, жағдай қалай болады. Әрине, бәрі жақсы болса екен, барсам екен, Құдай бұйырса. Мүмкін біз білмейміз ғой, Құдай деген мейірімді Құдайдың мейірімділігіне шек жоқ. Мүмкін барып та қалармын. Осы картошка бізге жетеді. Осы картошкамызды қазір турап, тұздап, бұрышын қосып саламыз бірге. Бұл тіпті біраз көптеу болып кетті ғой деймін. Так, духовкамызды қоса береміз осы уақытта 250-220-ға. 250-ге қосақ, бұл өйткені картошка дегендей. Осылай бөліп саламыз. Кезінде бакалавриат 2-ші курс оқып жүрген кезде осы тамақты мен 3 сағат отырып қарап жасайтынмын. Одан кейін тұрмысқа шыққан соң бәрі тез болып кетеді екен. Бәрін үйреніп алады екенсің.
Енді әлі де білмейтінім бар, бірақ сол кезбен салыстырғанды айтамын. Так, мынаны қараңыздар, мынау картошка өте дұрыс емес болып шықты. Мұны лақтырамыз. Бәсе түрінен көрініп тұрғанша бірақ дұрыс емес екен. Так. Осылай бәрін бөліп аламыз. Сіздерде не жаңалық, не план, комментарийда бөлісе отырыңыздар. Планмен жүрген дұрыс деп айтады ғой. Планың болса білесіңдер қайда жететінін. Планың болмаса білмейсің. Бірақ өмірде кейде сондай сәт болады екен, қайда жылжығың келетінін білмейсің. Не істегің келетінін білмейсің. Сондай сәттер болады екен. Сол моментте демалып, өзіңді жақсы көру өте маңызды. Балаларыңызды мектепке, садикке дайындап жатсыздар ма? Бірінші сынып оқушылар бар ма сіздерде? Енді осы жетіп қалады деп ойлаймын. Жетіп қалады деген ойдамын. Так. Қазір тұз бұрыш майонез болсамыз, және осыларды духовкаға жібереміз. Так. Тұзымыз қайда, бұрышымыз қайда? Тұзымыз аз қалыпты. Тұзды құю керек. Ой. Ал дегендегі сұрақ, мұз үйде бар ма деген. Жаңа ғана магазинге барып келген адамнан осыны енді сұрасаңыздар ше. Ал тұз жоқ достар. Жаңа ғана осы бар жатқан кезде ойлап едім осыншы. Мына тұздың бәрін қосамыз енді. Дүкенге барып үлгерем ба? Ой, мына тұзымыз бітті да ғой. Достар, не істейміз, тұзды қайдан аламыз? Магазинге барайын ба, әлде бармайын ба деген сұрақ туындап жатыр. Бірақ тұзсыз дәмі енді мұнша болмайды. Қайтеміз деген сұрақ. Тұз алып келейін достар.